Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Терапия пәнінің оқытушысы Сауырбай Жасұлан Жамбатұлы. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз Альцгеймер ауруы туралы айтатын боламыз. Альцгеймер ауруы бұл деменцияның ең кең таралған түрі болып табылады. 1906 жылы неміс психиатры Алойс Альцгеймердің тарапынан сипатталған нейрорегенеративті сырқат болып табылады. Әдетте 65 жастан асқан адамдарда кездеседі. Жасы ұлғая келе кейбір адамдар ұмытшақ бола бастайды. Қартая келе тіпті бала сияқты болып кететіндер де кездеседі. Қарияларда бұл құбылысты біз алжыды деп атаймыз, ал медицинада бұл Альцгеймер ауруы деп аталады. Негізінен деменция дегеніміз әртүрлі ауруларда пайда болатын мидың қызметін жоғалту болып табылады. Ол есте сақтаудың, ойлауға және мінез құлыққа әсер ететін болып табылады. Даму қалпы 60 жастан асқаннан кейін 5%-ке жуығы Альцгеймер ауруымен зардап шегеді. Альцгеймер ауруының аурушаңдығы 2016 жылы 44 миллион адамды құраған. Дамыған елдерде, мысалы Ұлыбританияда Альцгеймер аурулар елдердің арасында өлім-жітім бойынша жаңа жүрек ауруларының алдына шыққан болып табылады. Негізгі себептеріне келетін болсақ, Альцгеймер ауруының нақты себебі белгісіз. Зерттеулер көрсеткенде Альцгеймер ауруы дамуы мидағы белгілі бір өзгерістерге апарады. Альцгеймер ауруының дамуына келесі топтың адамдары бейім болып келеді. Жасы ұлғайған шақта, сонымен қатар туғандар, мысалы бір туғанды бауырлар немесе ата-аналар Альцгеймер ауруымен ауырған шақта осы көп болып келеді. Келесі факторларға келетін болсақ, Альцгеймер ауруының даму қаупін арттыруға мүмкін. Бұл әйелдің жынысы, қанда холестерин деңгейінің жоғары болуына байланысты, жүрек пен тамырлардың ауруларына, бұрын бастың жарақатының болуы, және осы суреттен көретін болсаңыз, бұл сау адамның миының өлшемі жоғары болып тұрады, ал Альцгеймер ауруымен шалдыққан адамның миының өлшемі төменірек болатын көрсек болады осы суреттен. Альцгеймер ауруының ерте басталуы, бұл аурудың симптомдары 60 жасқа дейінгі көрініс береді. Аурудың бұл түрі сирек кездеседі, тез ушығады. Альцгеймер ауруы ерте басталуы тұқым қуалайтын ауруларға жатады. Аурудың дамуы жалпы белгілер бір гендерде анықталады. Екінші, бұл Альцгеймер ауруының кеш басталуы, бұл аурудың жиі кездесетін түрі. Симптомдар 60 жастан асқан адамдарда болады, кейде тұқым қуалау белгілердің болуы мүмкін. Бірақ аурудың дамуындағы гендердің рөлі аз болып табылады. Симптомдарына келетін болсақ, негізгі Альцгеймер ауруының симптомдарында ақыл қызметтерінде келесі де қиындықтар жатады. Көңіл-күй, мінез құлығы, сонымен қатар тұлғалардың өзіндік тануы, тіл, есте сақтау, қоршаған ортаны қабылдау, сезіну, ойлау, топшылау бұзылыстары кездеседі. Жедел танымдық бұзылыстар болады, сонымен қатар қалыпты жасқа байланысты ұмытшақтық пен Альцгеймер ауруының дамуының арасындағы аралық саты болып табылады. Жедел танымдық бұзылыстар басталған адамдарда ойлауда, есте сақтаудың аздаған мәселелер болады. Олар көбінесе өзінің ұмытшақтығын біледі. Жедел танымдық бұзылыстарға келетін болсақ, бірнеше міндетті қатар орындауда қиындықтар болады. Мысалы, мәселені шешудегі қиындықтар, немесе жақын оқиғалар мен әңгімелесу арасындағы ұмыту, күрделі әрекеттерді орындаудағы ұзақ уақыт кетіру болып табылады. Альцгеймер ауруының ерте симптомдарына келетін болсақ, банк есептері, күрделі ойын, жаңа ақпаратты түсіну секілді ойлау мәселесін шешуде қиындықтар туылады. Сонымен қатар танысты маршруттарды ұмыту, тіл мәселелері, мысалы, есіптер немесе таныс жерлерді бұрын қызығушылық танытқан және заттарға селқостық, көңіл-күйдің болмауы болып табылады. Сонымен қатар жаңағы Альцгеймер ауруына ушыққан сайын симптомдар айқындала бастайды және өзіне қамқорлық жасау қабілетіне әсер етеді. Аурудың симптомдарына жатады: ұйқы тәбетінің өзгеруі, түнде жиі ояну, сандырақ, депрессия, үрейлену. Негізгі міндеттеріне орындауда қиындық, мысалы, ас әзірлеу, киімдік дұрыс таңдау, автокөлік жүргізу, оқу жазудағы қиындықтар, жақындағы оқиғалардың деректерін ұмыту, өмірдегі оқиғаларды ұмыту және өзін-өзі танымау сияқты симптомдармен жүреді. Негізгі осы Альцгеймер ауруына шалдыққан адамдарда кездеседі: отбасы мүшелерін танымау, күнделікті негізгі мәселелерді орындай алмау, мысалы, өзінше тамақ ішу, киіну, жуыну қиын болып табылады, сөзді түсіну. Сонымен қатар Альцгеймер кезінде кездесетін басқа симптомдарға келетін болсақ, несеп және нәжіс шығаруды бақылаудағы мәселелер, жұтынудағы мәселелер. Сонымен қатар негізінен диагностикаға келетін болсақ, диагностикада дәрігерлер Альцгеймер ауруы келесі іс-шараларды өткізу арқылы анықтайды. Дәрігерлердің толық тексеру, оның ішінде неврологиялық науқастың оның аурулардың тарихы және симптомдары туралы сұрау арқылы, функционалдық психологиялық тестілеу өткізу арқылы. Альцгеймер диагнозы кейбір симптомдар болуы мүмкін, деменцияның басқа себептермен болмауының негізінде қойылады. Әдетте тексерулер деменцияның келесі мүмкін себептерін ескерту үшін өткізіледі.
анемия, мидың ісігі, созылмалы инфекциялар, дәрілік препараттан оттану, ауыр депрессия, сонымен қатар мидағы сұйықтық артық мөлшерінің жиналуы, инсульт, қалқанша без ауруларында және дәрумен тапшылығы кезінде. Деменция, мидың ісігі мен инсульт секілді себептерден анықтау үшін мидың КТ және МРТ кейбір жағдайларда Альцгеймер ауруын ескеру үшін ПЭТ тағайындалады. Сонымен қатар жаңағы Альцгеймер ауруын анықтаудың жалғыз сенімді тәсілі өлімнен кейінгі ми тінінің үлгісін алу болып табылады. Емдеуге келетін болсақ, Альцгеймер ауруына емделіп жазылмайды, жағдайды қолдану үшін емдеу міндетті. Аурудың ушығуын бәсеңдету, мінез құлықтың мәселесі, естің қалыпты болмауы, ұйқыдағы мәселелер секілді симптомдармен реттеу болып табылады. Күнделікті қызметтерді жеңілдету мақсатында қоршаған ортаны өзгерту, сонымен қатар отбасы мүшелерінің қолдауы керек болып табылады, және дәрілік препараттар қолданылады симптомдардың ушығуын жылдамдығын бәсеңдету үшін, бірақ мұндай препараттар қолданудан пайда аз болып табылады. Сыни ойлау, өзін танудың бұзылуы секілді мінез бұзылыстарын бақылайды. Дәрі-дәрмектерді қабылдау алдында дәрігерге келесі сұрақтарды қою қажет. Препараттың жанама әсерлерін, сонымен қатар препаратты қабылдап тәуекел ету қажет пе деген сияқты. Болжамды, ауру ушығу жылдамдығы әртүрлі. Альцгеймер ауруы тез дамыса, аурудың ушығуы да тез дамитын болып табылады. Альцгеймер ауруына шалдыққан адамдар өмірден ерте кетеді, әдетте диагноз қойылғаннан кейін 3-20 жыл ішінде болып табылады. Алдын алуына келетін болсақ, майдың мөлшерін шектеулі емдеу, омега-3 май қышқылдарын пайдалану, тағамды тұтыну, дене белсенділігін өмір салты болып табылады. Дене белсенділігін ұстанатын өмір салты бұл ақыл-ойды және әлеуметтік белсенділікті статусты қолдау болып табылады. Бас-сүйек ми жарақатын алдын алу болып табылады. Сау болыңыздар, құрметті студенттер. Осымен менің презентациям аяқталды. Назарларыңызға рахмет.